біз жобаларды басқарудағы ең маңызды және қызықты процестердің бірі тәуекелдерді басқаруды талқылаймыз. Бұл процесс өте қызықты, өйткені көптеген адамдар тәуекелдер тек жобаға зиян келтіріп, жобаның жабылуына себеп болуы мүмкін деп ойлайды. Бірақ іс жүзінде тәуекелдер әрдайым жаман бола бермейді. Кейде олар жобаның табысты болуына көмектесетін оңтайлы факторлар да болуы мүмкін. Сонымен қатар біз нөлдік тәуекелдерді де ескеруіміз керек, олар жобаға ешқандай әсер етпейді. Бүгінгі күні біз осы тәуекелдердің әртүрлі түрлерін, олардың жобаға әсерін және оларды қалай басқаруға болатынын талқылаймыз. Тәуекелдерді басқарудың негізгі мақсаты қолайлы оқиғалардың пайда болу ықтималдығын арттыру және жобаға зиян келтіретін тәуекелдер ықтималдығын азайту. Басқару процесі барлық тәуекелдерді басқарудың әдістері мен тәсілдерін қамтиды. Бұл жұмыстарды және оның әрбір бөлігіне жауапты адамдарды анықтау үшін иерархиялық құрылымды құруды талап етеді. Әрі қарай біз тәуекелдерді басқару бойынша ресурстарды ұйымдастыру, коммуникациялар жоспарлауды да қамтимыз. Біздің басты мақсатымыз жобада туындауы мүмкін тәуекелдер мен кедергілерді алдын ала болжау және оларды дер кезінде шешу. Алдымен бюджетті талқылау маңызды. Мысалы, егер шығындар көтерілсе, бұл тәуекелдерге не әсер етуі мүмкін? Қандай қызметкерлердің жұмысы қауіпті болуы мүмкін? Метеорологиялық жағдайлар, саяси ахуал және басқа да ықтимал факторлар жобаның орындалуына әсер етуі мүмкін. Осы тәуекелдер бәрін жазып, оларды бағалап шешім қабылдаймыз. Біз әр тәуекелдің ықтималдығы мен әсерін бағалаймыз, оны нөлден үлкен немесе кіші ықтималдықпен қарастырамыз. Мысалы, егер кранның құлау ықтималдығы 10 болса, онда бұл тәуекел жоғары деп бағаланады. Ал егер ықтималдық өте төмен болса, онда бұл тәуекелді басқару оңай. Осы процесті презентацияда көрсетілген матрица ықтималдығы мен әсерінің көмегімен бағалауға болады. Мысалы, тәуекелдер жоғары ықтималдыққа ие болса, біз осының алдын алу үшін арнайы шаралар қолданамыз. Сонымен қатар жобаның бюджетін, сапасын және уақыт шектерін қатаң бақылап, осы параметрлерді сақтау үшін жоспарлар жасаймыз. Теріс тәуекелдер жобаға зиян келтіріп, шығындар тудырса, оң тәуекелдер пайда мен табыс әкелуі мүмкін. Сонымен қатар, кейбір тәуекелдер нөлдік әсерге ие болуы мүмкін, яғни олар жобаның нәтижесіне ешқандай әсер етпейді. Ішкі тәуекелдер – бұл ұйымның ішкі басқару жүйесіндегі проблемалар, ал сыртқы тәуекелдерге саяси, экономикалық немесе экологиялық жағдайлар әсер етуі мүмкін. Сондай-ақ заңды тәуекелдер, техникалық және коммерциялық тәуекелдер де бар. Бұл тәуекелдер жобаға әсер етуі мүмкін, сондықтан біз оларға алдын ала дайын болуымыз қажет. Егер тәуекелдер дұрыс бағаланбаса немесе оларды алдын алу шаралары қабылданбаса, жоба сәтсіз болуы мүмкін. Ал егер біз осы тәуекелдерді алдын ала анықтап, дұрыс басқарсақ, жобаның сәтті болуына ықпал ете аламыз. Тәуекелдерге уақытында жауап беру және оларды бақылау арқылы біз жобаның табысын қамтамасыз ете аламыз.